Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тары пісіру туралы айтатын боламыз. Жаңадан бастаушыларға арналған қарапайым рецептпен бастайық. Тарыны салқын суға жақсылап жуу қажет. Таңертең пісіретін болсаңыз, өзіңізге қажетті бөлігін алып, суға қойып қоямыз. Таңертең пісіреміз. Кастрөлге 2 стакан суды құйып, үстіне шайылған тары мен аздап тұзды қосамыз. Тарының бірнеше пайдалы қасиеттері бар. Қоректік заттарға бай. Тары құрамында В тобының дәрумендері және басқа да микроэлементтер бар. Тары глютенге жатпайды. Тары рутин сияқты холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Артық салмақты басқаруға көмектеседі. Көбігі шыққан уақытта көбігін алып тастаймыз. Тары ас қорыту денсаулығын жақсартады және іш қатудың алдын алуға көмектеседі. Денсаулығыңызға байланысты диетаңызға тары қосу үшін дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Орташа отта 15-20 минуттай немесе су толығымен сіңгенше пісіру керек. Әбден піскеннен кейін 1 стакан сүт құйып, араластырамыз да бір қайнатамыз. Үстіне қажетіңізге қарай сары май, қант салсаңыз болады. Бұл тағам балалардың өсуі мен дамуы үшін маңызды қоректік заттардың жақсы көзі болып табылады. Бұл тағамды тартымды ету үшін осы тағамның қасына әртүрлі жемістермен балаларға ұсынсаңыз болады. Мінекей, таңғы ас дайын болды. Қарапайым, тез және дәмді. Менімен бірге аспаздық саяхатқа шыққаныңызға рахмет. Тары рецебі ұнады деп үміттенемін. Егер сізде сұрақтар немесе ұсыныстар болса, оларда комментарийда бөлісе отырыңыз. Көбірек аспаздық қызықтар үшін лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар.